Тыңда досым, бұл аманат жайлы хикая. Бекзат мектепте бара жатып, жолда біреудің әмиянын тауып алады. Әмиянда ақша мен құжаттар бар. Қасында жүрген досы, ал қой, бәрібір иесі талмайды деп икермелейді. Бекзаттың ойы бөлінеді. Ақша керек. Анама көмектесем дейді бір жағы, бірақ бұл біреудің заты, аманат қой дейді екінші ойы. Осы сәтте атасының адал бол балам, адал адам, шын адам деген сөзі есіне түседі. Бекзат әмиянды мектепке апарып, мұғаліміне береді. Мұғалім полиция арқылы иесін табады. Иесі келгенде көзіне жас алып, алғыс айтады. Сол күні мектепте аптаның адал оқушысы марапаты Бекзатқа беріледі. Мұғалім, бүгін біз шынайы адамды көрдік дейді. Бекзат күлімдеп тұрып, адалдық адамдықтың бастауы дейді.